Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен тарих пәні мұғалімі Дайырбекова Динара Ғабдолқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мұрагерлік құқықтың жалпы сипаттамасы. Оқу мақсатымыз мұрагерлік құқықтың құқықтық реттелу ұғымы мен нысанын түсіндіру. Бағалау критерийлері: мұрагерлік құқықтың жалпы сипаттамасын әңгімелейді, мұра қалдырушы мен мұрагердің құқықтарын анықтайды, заң және өсиет бойынша мұрагерлікті негіздеп талдайды. Бүгінгі сабағымызға қатысты негізгі ұғымдар: мұра, мұрагерлік, мұра қалдырушы, лайықсыз мұрагер. Мұра дегеніміз балалар, мұрагерге мұрагерлікпен, тәртіппен өтетін мүлік. Ал мұрагерлік дегеніміз қайтыс болған азамат мұра қалдырушының мүлкінің басқа адамға мұрагерге ауысуы. Мұрагерлік өсиет және заң бойынша жүзеге асырылады. Мұрагерлік құқықтық қатынастарының субъектілері: мұра қалдырушы, мұрагер, лайықсыз мұрагерлер, қол қоюшы, куә. Мұра қалдырушы қайтыс болмай тұрып мүлікке қатысты өз құқықтары мен міндеттемелері болған жеке тұлға. Ол қайтыс болғаннан кейін оның барлық мүліктері мұрагерлерге беріледі. Мұрагер: мұра қалдырушы қайтыс болғаннан кейін оның мүлкіне қатысты құқықтар мен міндеттемелердің жиынтығын қабылдайтын жеке тұлға. Енді құрметті оқушылар, бір нәрсеге назар аударайық. Азамат, жеке тұлға ғана мұра қалдырушы бола алады. Азаматтық айналымның басқа қатысушылары, заңды тұлғалар, мемлекет мұрагер болып табылмайды және мүлікті басқа тұлғаларға берудің құқықтық нысаны ретінде пайдалана алмайды. Келесі субъектілердің бірі лайықсыз мұрагерлер. Мұра қалдырушыны қасақана өлтірген немесе олардың өміріне қастандық жасаған тұлға. Мұра қалдырушының соңғы еркін жүзеге асыруға қасақана кедергі жасаған тұлға. Және балаларына ата-аналық құқықтарынан айырылған, мұра қалдырушыны күту жөнінде өздеріне заң күшімен жүктелген міндеттерді орындаудан жалтарған ата-аналар және кәмелетке толған балалар болып табылады. Осы санаттағы лайықсыз мұрагерлер алдындағылары сияқты заң бойынша мұрагер бола алмайды. Бірақ олар өсиет бойынша мұрагер бола алады. Келесі, қол қоюшы. Жасалған мәмілені рәсімдеуге жәрдемдесетін тұлға. Ол дене кемістіктеріне, ауруына және өзге де себептерге байланысты мәміле жасай алмайтын тұлға үшін қол қояды. Куә: өсиетті жасағанда, қол қойғанда немесе нотариусқа тапсырған кезде қатысқан адам. Куәлердің болмауы өсиеттің жарамсыз болуына әкеледі. Заң және өсиет бойынша мұрагерлер. Мұра ашылған кездегі тірі азаматтар, мұра қалдырушының тірі кезінде іште қалған азаматтар, мұра ашылғаннан кейін тірі туған азаматтар. Өсиет бойынша мұрагерлер. Мұра ашылғанға дейін құрылған және мұраның ашылу уақытында болған заңды тұлғалар болып саналады. Енді, құрметті оқушылар, мынадай мысалдарға назар аударайық. Мұраның құрамына мұра қалдырушының алмаған ақшасын, зейнетақылар, жәрдемақылар алу құқығы, сондай-ақ сенімгерлікпен берілетін мұрагердің құқықтары мен міндеттері кіруі мүмкін. Олар міндетті емес, дәлірек айтсақ, моральдық сипатта болады. Мысалы, мұрагер өзін тарихи отанында жерлеуді немесе мұрагерлеріне өзінің іс-әрекетке қабілетсіз қызына қамқорлық жасауды өтінуі мүмкін. Мұраның ашылуы. Мұра азамат қайтыс болған немесе оның қайтыс болған туралы хабарлаған жағдайда ашық деп танылады.
мұра қалдырушының қайтыс болған күні және оны қайтыс болды деп жариялау туралы сот шешімі күшіне енген күн мұраның ашылу уақыты болып табылады. Дәл осы уақытта мұрагерлікке шақырылған адамдар анықталады. Құрметті оқушылар, енді осы сабағымызға қатысты мынадай тапсырманы орындаңыздар. Өсиетті рәсімдеудегі куәлар мен қол қоюшының маңызын бағалаңдар. Жағдайды талқылаңдар. 85 жастағы Қазақстан Республикасының қарт азаматы өсиет қалдыру үшін нотариусқа жүгінді. Нотариус қандай әрекеттер жасауы керек? Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 1050-1051 баптарына жүгініңіздер. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.